Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сиқыр деген не, сиқырланған, дуаланған адамды қалай білуге болады, осы жайлы тақырыпты қозғаймыз. Жалпы арамызда дуалау, сиқырлау, көз байлау, магия сияқты сөздерді құлағы шалмаған адам жоқ шығар, иә? Дегенмен, бұл ұғымның мағынасы мен астарында қандай құпия жатқанын көбіміз біле бермейміз. Соны бүгін ашып айтатын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіз. Сиқыр адамды біреуге ессіз ғашық ету үшін немесе ерлі-зайыптыларды ажырату, тіпті кісінің жолын жауып, бизнесін тартып алуға әрі өзін өлтіру мақсатында жасалуы мүмкін. Араб тілінен тікелей аударғанда сиқыр сөзі заттың ақиқи болмысының өзгеруі дегенді білдіреді. Ал дінімізде бұл ұғым сиқыршы, магия, дуамен айналысушы, жын-шайтандар арасында болатын одақ деп түсіндіріледі. Дуа сөзі негізі араб тілінен аударғанда Алладан дұға ету, жалбарыну, Алланың жәрдеміне жүгіну деген мағынадан туады. Ал сиқыр жын-шайтанның көмегіне жүгіну. Жоғарыдағы іс-амалдарды Аллаға емес, жын-шайтанға арнау. Бірақ өкінішке орай, дуа сөзі қазіргі қоғамда дуа сөзінің антонимі, яғни сиқыр адамның көзін байлау мағынасын беретін сөз ретінде қолданысқа еніп кетті. Мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Сиқыр мына екі көріністе жүзеге асады. Біріншісі, сиқыр немесе магия жасаушы ақыға біреуге дуа жасатуға келген кісінің өтініші бойынша өзі тыйым салынған рәсімдерді жасап күнә істейді. Көп жағдайда Аллаға серік қосып күнәнің ең ауырына бас ұрады. Сиқыр жасатуға келген адамға да күнә істетеді. Екіншісі, осыдан кейін шайтан оның талаптарын орындау жолында қызмет етеді. Себебі Алла Құранда келтіргендей, шайтанның негізгі мақсаты адамды тозаққа алып кету. Сиқыршы имансыз болған сайын жындардан болған шайтан оның айтқандарын бұлжытпай орындайды. Сондай-ақ магиямен айналысушы тәуіптің сиқырының күші оның имансыздығы тереңдеген сайын арта түседі. Сиқыршы егер істеп жүрген ауыр күнәсін тоқтатса, олар да бағынудан бас тартады. Сиқыршының жүзіне үңілген адам оның өте ұсқынсыз әрі нұрсыз екенін аңғарады. Ол жарымен, балаларымен қатынаста бақытсыз, жалғыз қалғанда тыныштық мүлдем таба алмайды, дұрыс ұйықтай алмайды, қорқынышты түстер көріп оянады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ол кісінің шашына түйін жасап сиқырлаған. Айша анамыз айтады, бір күні Любейт ибн әл-Асам есімді Бану Зурайық тайпасының адамы Алла елшісіне оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сиқыр жасайды. Нәтижесінде пайғамбарға істеп қойған істері істемегендей болып көріне бастайды. Бір күні күндіз немесе кешке менің жанымда болған кезінде ол Аллаға қатты дұға жасады. Содан кейін, уа Айша, Алланың өзім сұраған ілімді маған дарытқанын байқадың ба? Маған екі ер кісі келді. Бірі бас жағыма, екіншісі аяқ жағыма отырды. Бірі екіншісінен, бұл адам неге қиналып жүр деп сұрады. Әлгі ол сиқырланған деп жауап берді. Тағы да оны кім сиқырлады деп сұралды. Екіншісі Любейт ибн әл-Асам деді. Біріншісі сиқыр ненің ішінде деп сұрап еді. Екіншісі кепкен пальма жапырақтарына оралған тарақта деп жауап қатты. Сонда олар қайда? Заруан құдығында. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бірнеше сақабалармен сонда аттанды. Келгеннен кейін, уа Айша, оның суы қына тұнбасындай, ал пальма бояуы шайтанның бастары секілді болды деді.
Мен, «Я Алланың елшісі, сен оны қуып жібермейсің бе?» дедім. Ол, «Алла маған амандық нәсіп етті және мен оны адамдарға қатысты зұлымдыққа айналдырғым келмейді» деді. Кейін сиқырды көміп тастауға бұйрық берді. Дуа немесе магия әлемдегі ең ауыр 7 күнәнің біріне жатады. Әрі оны жасаған және жасатқан адамның намаз құлшылықтары қабыл емес. Бірде Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ең ауыр 7 күнәдан сақтаныңдар деді. Одан, «Уа Алланың елшісі, ол қандай күнәлар?» деп сұралғанда, Аллаға серік қосу, сиқыр, жазықсыз жанды өлтіру, өсімқорлық, жетімнің мүлкін жеу, елдің басшысы бұйырған, соғыстан қашу, ары, таза, пәк әйелді ойнас жасады деп айыптау деп жауап берді. Кімде-кім балгерді шақырып, оның айтқандарын растаса, ол Мұхаммедке түскен нәрсеге қарсы шығып, жоққа шығарған болады делінген. Егер адам сиқыршыға келіп, одан бір нәрсе сұраса және оның айтқандарына сенсе, оның намазы 40 күн бойы қабыл болмайды. Жалпы сиқырланған, дуаланған адамдардың әр түрлісі болады. Мысалы, адамдарды айыру, ажырату мақсатындағы сиқыр адамдар арасындағы қарым-қатынас, сүйіспеншіліктен жек көруге ауысады. Сиқырланған адам әлде бір адамның өзінде, ісінде, тіпті отыратын орнын да жақтырмайды. Ол адамды бейне бір құбыжық сияқты көреді. Яғни, сиқырға жауапты жын оны солай етіп көрсетеді. Сиқырдың әсерімен бір адамның екінші адамға ес-түссіз ғашық болуы. Ол адам шектен тыс ынтық болады, онымен тән жақындығына құмартады, көрмесе тұра алмайды, еркінен тыс ығына ереді. Сиқырдың бұл түрін әдетте ер адамды өзіне ғашық еткізу үшін әйелдер қолданады. Көзге елестету, мұндай кезде адам қозғалмайтын заттарды қозғалатын, ал қозғалатындарды қозғалмайтын етіп, ал ірі заттарды кіші заттарды үлкен етіп көреді. Дауыстар естірту, адам қорқынышты түстер көреді, құлағына шайтандар сыбырлайды, достарына күдікпен қарайды. Кейде адам түсінде өзін шақырған дауыс естиді, ояна келгенде ешкімді көрмейді және ол жоғарыдан құлап бара жатқандай болады. Я болмаса түсінде оны әлде бір жануарлар қуып жүреді. Ессіздендіру, адам қатты жаңғалақ, ынтасыз, ұмытшақ болады, сөзіне мән бермейді, жанарын төмен салып жүреді, бір жұмыста немесе бір үйде ұзақ тұра алмайды, бой басына салғырт қарайды, өте ауыр жағдайда өзіне өзі ие бола алмайды және қайда болғанын немесе қайда түнегенін есіне түсіре алмайды. Торықтыру, адам жалғыздықты қалайды, томаға тұйықталады, үнемі үнсіз жүреді, адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алмайды, жаңғалақ келеді, есінен жиі айырылады, немқұрайлы болады, жалған сабырлылық танытады және торығады. Дертке ұшырату, адамның белгілі бір ағзасы үнемі ауырып жүреді, ара-тұра есінен танады, денесінің белгілі бір мүшесі немесе бүкіл денесін тұтас салт тартады, сезім мүшелерінің қызметі бұзылады. Жатырдан қан кетіру, хайыз мезгілінен кейін жатырдан ұзақ уақыт қан кетеді. Ол бірнеше күнге немесе бірнеше айға созылады. Оның көп мөлшерде, аз мөлшерде де келуі мүмкін. Некелесуге қарсы үнемі ойға батып жүреді. Дәрі-дәрмек әсер етпейді. Кеудесі қысылады. Ол түс ауғаннан түн жарымына дейінгі аралықта күшейеді. Кейде асқазаны немесе белі ұдайы ауырады. Түнде ұйықтағанда көп аумақшиды. Сиқырдың бұл түрін күйеу жігітпен некелестірмеу үшін көбіне қалыңдықтың туыстары қолданады. Жын қалыңдықтың денесіне еніп алады да, жігіт оның көзіне сұрықсыз болып көрінеді. Сөйтіп қыз оған тұрмысқа шығудан бас тартады. Сондай-ақ жын күйеу жігітке де тап осылай әсер етеді. Жалпы дуаланған, сиқырланған адамдардың осындай әртүрлі белгілері байқалады. Әрине, одан сақтанудың жолдары бар. Келесі видеода мен осы ақпаратты салатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.